Апат айтып келмейді. Түркия мен Сирия халқы ауыр күндерді бастан кешіруде. Дүйсенбі, алтын ақпанда болған зілзала миллиондаған адамның өмірін бір-ақ сәтте тас талқан етті. Көз жұмғандар мен зардап шеккендер саны сағат сайын өсіп жатыр. Армысыз ардақты көрермен, эфирде Тұран Экспресс. Құрметті көрермен, дәл қазір студиямызда қонақта облыстық төтенше жағдайлар департаментінің азаматтық қорғаныс басқармасының басшысы Қанат Қарабалаев қонақта. Қанат мырза, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Мынау Түркиядағы болған жағдай бәріміздің де қабырғамызды қайыстырғаны рас. Осы оқиғамен елімізбен параллель жүргіздік. Мұнда картаға қарайтын болсақ, еліміздің сейсма қауіпті аймақтарын көруге болады. Біздің сейсмолог мамандардың ұсынған. Егерде осындай жағдай, мысалы Түркістан, Шымкент, мына облысымызда бола қалған жағдайда, жалпы табиғи апаттарға біздің азаматтарымыз қаншалықты дайын? Біріншіден, түрк бауырлас мемлекетімізде үлкен апат орын алды. Орын толмас қайғылы жағдай. Бауырлас елімізге қайғыларына ортақпыз. Қазақстан елі бірінші алғашқы болып көмектерін беріп жатыр. Әлде де жалпы конституциядан бастасақ, еліміздің мемлекетіміздің конституциясында өзі нақты көрсетілген ең мемлекеттің құндылығы ол адам және оның денсаулығы, өмірі. Сондықтан ең басты әр азаматымыз біз үшін қымбат. Біздің оңтүстік және шығыс, жалпы оңтүстік шығыс аумақтарымыз біздің сейсмикалық қауіпті аумаққа жатады. Соның ішінде өзі Түркістан облысы өзі жарлықпен бекітілген құрылыс ережелеріне сәйкес және сейсмологиялық мамандардың берілген ақпараттарына сәйкес 6-7 балдық қауіпті аймаққа жатады. Ол Түркістан облысы. Министрліктің бюроғы бар арнайы. Ол жерде халықты оқыту, дайындау, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу деген нөмір 494 бұйрығына сәйкес біз тиісті жұмыстарды атқарып келеміз. Мектептерге, мемлекеттік органдарға болсын, жалпы жекеменшік ұйымдарға да болсын. Дұрыс айтасыз. Жаңада айтылған Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес 90-на бір рет сейсмикалық қауіпті аумақтарда. Демек, 3 айда бір рет. Үш айда бір рет. Мысалы, мектепке дейінгі ұйымдарда, демек балабақшаларда, білім беру ұйымдарында, жалпы орта мектептерінде, колледждерде, институттар, академия, университеттерде, сонымен қатар ұйымдарда, кәсіпорындарда 90-на бір рет 3 айда, демек 3 айда бір рет өткізіліп тұру керек. Өткізіліп тұру керек? Тұру керек. Өткізіліп тұрады ма? Енді осы айтылған нормативтік актілерге сәйкес біз жылда облыс басшылығымен бекітілген жоспар әзірлеп, облыс басшылығымен бекітеміз. Ал практикалық тұрғыда азаматтарымыз енді қалай дайын жүре алады осыған? Осы бойынша қандай шаралар қарастырылған сіздердің тарапынан? Сұрағыңыз өте орынды. Бұл бойынша біз де жаңағы жоспарымызда енгіземіз. Әр аудандарда 3 жылда бір рет кешенді оқу жаттығу өткізіледі. Алдында қалаларда, халықтық орналасқан жерлерде 2 жылда бір рет кешенді жаттығулар өткізіледі. Сол жоспарларға сәйкес, соның ішінде сейсмикалық жаттығулар өтеді. Ол жаңағы біз практикалық түрде аудандарға шығамыз міндетті түрде. Біздің жаңағы саламызда, өзіміздің төтенше жағдай саласында да бағыт бөлінеді. Әрине, ол белгілі, бірақ та мынау 3 жылда бір өткізіледі деп айтып жатырсыз ғой. Бұл аз емес пе? Ол кешенді жаттығулар. Кешенді жаттығуларға біз барып, сол жерге барып көріп тұрамыз, ауданға шығып. Ал жалпы, жаңа айтып өттім ғой, заңға сәйкес 90-на бір рет әр мекеме өткізіп. 3 ай сайын өткізіліп тұру керек. Тұрып есеп береді. Мүмкін қазіргі таңда өткіздік деп өтірік есеп беріп, өткізбей қоя салатындар, бейжай қарайтындар көп шығар. Енді оның шынын айту керек, біз барлық мекемені қамтуға мүмкіндік жоқ. Бірақ қолымыздан шамамыз келгенше баруға әрекет жасаймыз. Мүмкіндігінше көп қамтамасыз етуді көруге тырысамыз. Ал бара алмаған жерлерден сурет, видео материалдар сұрап, соның жаңағы дұрыс емесін айтып жатамыз. Және де оларға әдістемелік көмек көрсетіп жатамыз. Қанша 17 қала ауданымыз бар ғой, соның бәрін жоспарға сәйкес бөліп қоямыз. Әр жылға сөйтіп соларға барып, сол аумақтарда сейсмикалық жаттығу өткізу кезінде көп қабатты тұрғын үйлермен,
Енді солармен басқа да жаңағы халықпен шешім жаттығуды өткізуге тартамыз. Енді азаматтарымыз көбісі түсінікпен қарайды, бірақ өкінішке орай кейбір азаматтарымыз бар, онда айтқан құлаққа ілмейтін. Уақытым жоқ дейді, асығыспын, кетіп бара жатамын дейді. Сондай азаматтарымыз да кездеседі. Ертең олар опық жеп қалуы мүмкін ғой. Әрине, ол қауіпсіздік бірінші очередте тұрады бізде. Бірінші кезекте қауіпсіздік тұрады. Сондықтан сондай жағдайлар кездеседі. Ал біз аудан қалаларға шыққан кезде ол міндетті түрде халыққа түсіндіреміз, алдын ала. Бірден барып сигнал беріп жүгіріп шығыңдар демейміз. Көп рахмет Қанат мырза, бізбен бөліскен құнды ақпараттарыңыз үшін. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сақтықта қорлық жоқ. Азаматтық дабыл немесе шұғыл шабадан әрбіріміздің үйімізде тұру керек. Оның басты міндеті қауіпті аймақтан мүмкіндігінше тез қашып құтылу. Әдетте ең аз киім жиынтығы, гигиеналық заттар, дәрі-дәрмектер, өзін-өзі қорғау құралдары, құжаттардың көшірмелері және тез бұзылмайтын азық-түлік бар сөмке не шабадан бәрімізде болуы міндетті. Елестетіп көріңіз, егер жер сілкінісі, су тасқыны, тіпті ірі өрт және тағы да басқа апат орын алған жағдайда көлікпен жүрудің орнына жаяу жүруге тура келсе, рюкзакты арқаңызға асылып алып өміріңізді сақтауға көп артықшылық алар едіңіз.